керемет. Ағаш әдемі. Мынау бар ғой. Кәдімгі ши есік мынау. Ши. Мынау да көп адам білмейді ғой. Мына шиді кәдімгі сыртынан түйені қойдың жүнін бояп, шиді орайды. Қара қойдың жүнінен басы бұл жылы болады негізі. Екіншісінде кездесіп қалып жатырмыз теңіз жағалауда. Бесаусақтан шыққан баяғы шешелеріміздің табиғи өнімнен, табиғи қойдың жүнінен жасаған дүние ғой. Қазағынша төрттілік малменен соны киім қылған, тамақ қылған, соларды сиырдан басқасының бәрін ұстапты біздің қазақтарда. Сиырды біреулер қосып қойып жатыр, сиыр дейтінді. Кәсіп қылмаған бере керек не екен ғой. Мынаның бәрі босаусақтан шыққан дүниелердің бәрі де тым жақсы шешелеріміз. Қандай күшті. Мынау ешкінің қылынан есік жасайтын мықты болады бұл деген. Мынау да қойдың жүнінен жасаған бұрынғы есік қарашы. Бәрі сосын және де көне еместер, кеңістері де қойдың жүнінен. Мынау үзік, мынау туырлық, мынау іргелік. Мынау түндік қой. Енді мен айтайын тұрғаным бар ғой, мына жасанды нені жасап біліп қойыпты да. Неге қоймайды? Оны біздірген жоқ, ағаш үйде жоқ. Мынаны барлық үйді қарасаңыз, барлық үйге осы акиматтан осы ұйымдастырушы алғалар. Барлық үйге тастық. Дұрыс емес негізі мынау Қытайдың несі ғой жасанды да. Мынау кәдімгі шынайы. Қазақтың нағыз киіз үйінің дүниелері осы. Алып тастаған дұрыс па? Мына алып тастау керек, керек емес жалпы. Бұзып тұр жалпы. Мен осы теңіз жағы күнде таңертең келіп оны шақ жасап беріпті да. Ерте келіп. Бірақ та осы 2 күн бұрын келгенде мынау жоқ еді да, енді бұны акиматтар қойды. Жоқ, адамдар бәрі айтып жатыр. Дұрыс емес мынау деген да. Үлкен кісілер айтып жатыр, алып тастау керек. Сендерге алып тастамайсыздар, болмай ма? Тастап тастаңыздар мынаны. Мына жіптер баяғы біз өзіміздің де ағаш үйлерінде осындай жіп болды ғой білесің ба? Барлығын ойласып тұрғаннан қара. Мынаның барлығы мына не керек дейді жаңағы? Іргелікті де қара мына даже мүйіздеп. Есікті қара. Сықырлау болған ау. Бізде табиғи заттар ғой бәрі. Қойдың жүнінен ағаштан. Іші қандай керек. Мына подружкамды түнде тағы көріп қалдым теңіз жағада.